Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгін сіздерге бүйрек туралы мәлімет беретін боламыз. Жалпы бүйректің ағзадағы рөлі, бүйрек әлсірегенде қандай аурулар пайда болады және олардың алдын қалай алу керек. Өткен санымызда бауыр туралы айттық. Бұл туралы дәстүрлі Қытай медицинасында не айтылған? Дәстүрлі Қытай медицинасында бүйрек 5 ішкі органның ішіндегі судың рөлін атқаратын орган болып табылады. Яғни бүйрек судың рөлін атқарады. Су деп қаратылады ол жерде. Неге олай деген сұрақ туындайды. Адам ағзасына қажетті сүзілген таза қандарды жеткізу үшін бүйрек органдардың ортасындағы қайықтың рөлін атқарады. Тасымалдаушы. Су деп отырғаны ол жаңағы сүзілген қанды білдіреді. Осы арқылы бүйрек функциясы өзінің қызметін ары қарай атқаратын болады. Енді бірінші кезектегі бүйректің ол рөлі әрине ол тұқымның рөлін, яғни көбею рөлін атқарады. Бүйректі олай қарасаңыз, кәдімгі асбұршаққа ұқсайды. Немесе біздің кәдімгі құлағымызға. Менің құлағым қалқайып тұр ғой, тура сондайға ұқсайды. Сонымен бірге кез келген адамның ішкі ағзаларының дене сыртында да жаңағы нүктелері, яғни точкалары болады. Бетте, табанда және құлақта ол бар. Бүгінгі медицинада, бұрынғы медицинада да ол қарастырылған. Енді дәстүрлі Қытай медицинасына келетін болсақ, жаңа айтып жатырмыз, бір тұқымның күші екендігін білдіреді. Онан кейінгі жаңағы екінші оның рөлі бар. Ол қалай айту керек, жаңағы тап-таза қызыл қанды дененің организмнің барлық мүшелеріне сүзіп және оны толық жеткізу рөлі бар. Сонымен бірге ол газ, чи дейді Қытайша айтқан кезде. Ол жердегі газ деп отқаны жаңағы қанның айналысы. Оны біз бауырда да қай күні айтып өттім мен. Осы нәрсе жоғары болу керек, яғни күші, айналым күші, оборот қалыпты деңгейде жұмыс жасап тұру керек. Егер ол баяулайтын болса, адамда салғырттық, әлсіздік, бас айлану, көздің қарауытуы, рухсыздық, тітіреу, тоңу, аяқ-қолдың мұздауы, белдің қақсап ауруы, бүйрек тұсының ашып ауруы деген сияқты аурулар пайда болады. Бұл жаңағы оның екінші функциясы болып табылады. Ал енді үшінші жаңағы ол суды білдіреді деп жаңа айтып өттік. Егер функция нормальный, қалыпты болатын болса, адам жаңағы ауырмайды негізінен. Көптеген аурулардан ада болады. Сонан кейін ол мысалы шөлдеп тұрған кезімізде бір стакан суды ішіп жіберетін болсақ, таңдайымыз жібіп, бір тынысымыз кеңіп, өкпеміз салқындағандай боламыз. Міне осы көк бауырдың, асқазанның, өкпенің жаңағы ылғалдануына да жаңа бүйрек су деп жатырмыз, тіке қатысы бар, рөлі бар. Көрдіңіз ба? Ары қарай іше салған кезде бізге асқазанымызға барған сияқты сезіледі. Шын мәнінде ары қарай оның жаңағы толыққанды өкпенің, көк бауырдың жаңағы ылғалдығы қалыпты сақталып тұру үшін бүйрек ол сол ылғалдықпен, яғни сумен үздіксіз қамтамасыз етіп отыратын рөлі бар екендігін білеміз. Енді бұл жалпы бүйрек дегеніміз адамда туа біткен өміршеңдік күш болып табылады. Яғни қозғаушы күш, ол мотордың кәдімгі рөлін атқарады. Енді айта кететін болсақ, мысалы айттық, сары императордың классигінде жаңағы Хуаңди Нейрун дейді. Осы кітапта көптеген нәрселер жазылған. Және оны бүгінгі медицина мойындап жатыр. Ол мейлі батыстікі болсын, Американікі болсын, қай жақтікі болсын, осы Қытайдың дәстүрлі медицинасындағы әсіресе осы Хуаңди Нейрун деп аталатын жинақта классикалық медициналық шығармадағы айтылған темалар, тақырыптардың барлығы бүгінгі медицинамен сайма-сай келіп жатқандығын білеміз. Енді жаңағы айта кететін болсақ, мысалы жетілу, адам ағзасының жетілуі деген болады. Осыны Қытай медицинасы жаңа бөліп қараған, мысалы ол және қыз балалар. Қыз балаларда 7 жасқа дейін алғашқы жаңағы бүйректің қатаюы, сүйектердің, буындардың жетілуі келіп бірінші басқыш қалыптасып үлгереді.
Бұл 1-7 деп аталады. 2-7 14. 14 жасқа келгенде анау қазақтың ақындарында бар. 14-інде толған айдай толысқан деп келетін өлең. Вот. Бұл жерде де ғылым жатыр. 14 жасқа келген кезде қыз бала жаңағы толыққанды этеккір циклі жүріледі. Гормондық жақтардан толық жаңағы жетілу деңгейіне өтіп болады. Міне. Бұл жаңағы алғашқы жаңағы қыз баланың алғашқы жаңағы бой жету басқышы болып саналады. Ал енді ұл балаға келетін болсақ, ол 8 санымен өлшенеді. Ол бөлек. Енді 7-7-49 дейді жаңағы әйелдерді ары қарай қуалайтын болсақ, 49 жас. Бұл мезгілде әйелдердің жалпы этеккір циклі тоқтайды және аналық ұрық бездері ары қарай жұмыс жасауын тоқтатады. Яғни ана болу, бала болу мүмкіндігі тоқтайды. Бұл жаратылыстың заңдылығы. Енді кейбір санаулы кісілерде болады, әйел адамдарда жаңағы 60-ында, 50-ден асқанда бала көтеріп ататын жағдай. Енді ол басқа. Негізінен әйел адамдардың жалпы көбею қабілеті осы 45-тен асқаннан кейін ары қарай негізінен тоқтайтын болады. Енді ер адамдарға келетін болсақ, 2-8-16, 8 жаста емалі, бүйрегі қатайып жетіледі дедік. Бұл дәлелденген нәрсе бүгінде. Емаль деп отырғанымыз мына тістің сүйектің сыртқы қатты қабаттары. Емаль деген жалпы медицинада тіс мөрі ятысы дейді Қытай тілінде, сол мағынаны білдіреді. Яғни қатты зат сүйектің сыртындағы. Соны қаратылады. Енді ары қарай кеттік. 2-8-16 ол азамат жасына толады. Кәдімгі физиологиялық жақтан ол азамат болып толысып үлгереді ол бала. Ары қарай 7-8-56 дейді. 56-ға барған кезде ер адамның гормондарының қуаты әлсірейді, азаяды былай айтқан кезде. Ол бұрынғыдай болмай жаңа 25-тегі, 35-тегі, 40-тағы жігіттей болып қылшылдап тұрмайды. Әңгіме осында. Бірақ ол ер адам бүкілдей көбею қабілетінен айырылып қалады дегенді білдірмейді. Бірақ балалы болуы деңгейі сперманың төмендейді. Мысалы, әйел адамдарда қарайтын болсақ, 18 жастан қазіргі статистика бойынша есептегенде 25 жасқа дейін жүктілік деңгейі олардың 20% болады. 25-тен жаңағы 35 жас аралығында ол жаңағы 15% айналасында болады. Көрдіңіз ба? 15% айналасында. 10-15. Ары қарай ол 35-тен асып 45-ке аралықта 5-10%-ке төмендейді. Яғни жаңағы аналық ұрық бездері бар ғой кәдімгі. Осылардың жандылық мөлшері бұл жерде. Тірі аналық бездері, былай айтқан кезде. Уақыт өткен сайын тірілері азайып отырады да өлілері көбейіп отырады. Түсінікті ғой. 35-45 жас аралығында ол 5-10% аралығында құрайды. Ары қарай жаңа Қытай медицинасында айтқандай, ол өзі автоматты түрде жаратылыстың заңдылығы бойынша тоқтатылады. Былай айтқанда, ол ана болу мүмкіндігі барынша төмендейді. Ал енді ол барынша төмендеу жаңағы әйел адамның мүлде төсек қатынасынан тоқтап қалады дегенін білдірмейді. Осында ескере жүріңіздер. Бірақ оның анша қажеті болмайды. Ол солай нәрсе. Енді ары қарай кеттік. Келесі жаңа жалғастырамыз. Мысалы, бүйректің жаңағы қызметі жеткіліксіз болатын болса, қартаю. Ерте қартаю. Одан басқа жаңағы арқа сүйектерінің, дене сүйектерінің формаларының өзгеруі деген сияқты қисаюы, омыртқалардың, аяқтың қисаюы, тағы басқа жағдайлар келіп шығады. Ерте қартаюдың өзі жаңа бүйрек қызметінің әлсіздігіне байланысты болады. Сонымен бірге ақыл ой, мысалы, есте сақтау қабілет, жаңа память деп атамыз, осының нашарлауы пайда болады жаңағы. Бүйрек қуаты әлсіз адамдар ерте алжуға жаңағы әкеліп соқтырады. Сонымен бірге бүйрек қуаты әлсіз адамдарда рухсыздық, әлсіздік, терлеу, осы жақтарындағы әрекеттері болады. Енді бүйректің онан басқа қызметі жаңағы денедегі токсиндарды реттеу рөлі бар. Яғни бауырдан келген қанды сүзіп тазаған жібергенде сүзілгенде алып қалатын нәрселер болады. Осы жарақты, жарақсыз, басқа да сыртқа шығаруға тиісті. Міне осыны тері көздері арқылы, несеп жолдары, үлкен кіші дәрет арқылы деген сияқты қайтеді? Ағзадан шығарып реттеп отырады жаңағы. Ол бүйректің осындай рөлі бар. Мысалы, біреулердің жаңағы бүйректерінің қызметін нашарлап, арғай ауыр халге түскенде
бүйрек қан сүздіріп жатыр деген әңгіме сол. Өйткені бүйрек өзінің функциясын атқармайғаннан кейін енді не істейді? Қосымша ақпаратпен жаңағы ол адамның аз да болса бірнеше жыл өмір сүруіне көмектесуге әрекет жасайды. Бірақ ол шын мәнінде ол адамның өмірін ұзартпайды да ештеңе қылмайды. Ол бүйректің өзінде болмайды ғой. Демек, ол адам жарым адамға айналады деген сөз. Міне біз осы себептен бүйрек туралы жақсы жаңағы білімді білуіміз керек. Егер біз білмейтін болсақ, егер біз қазірден бастап денсаулық туралы сауатымыз болмаса, демек, анау Қытайда бір сөз бар, жаңағы Қытай медицинасын оқымаған адам өмірден 10 жыл ерте озады деген. Сондықтан біз ол медициналық жақтарына әбден жаңағы қарау рөліміз бар. Енді жаңа жоғарыда айттым мен, оның суды, ылғалдықты жаңағы тасу рөлі бар екендігін. Газды рөлі бар, жаңағы мен оны айттым. Енді жаңағы төртінші функцияға келіп тұрсақ, сүйектің кеміктерін жаңағы. Сүйектің кеміктерін құрайды. Аққан жаңағы жоғарылап, қызылған төмендеп ауыр жағдайға түскен кезде қазір кәрі болсын, жас болсын, жілік май ауыстыру деген әңгіме көбейіп кетті. Міне бұл бүйрек қызметінің нашарлауынан келіп шығады. Өйткені бүйрек жаңа жоғарыда айттық, жүйке жүйеге, миға, сүйектерге жауап беретін эмаль деген жаңа түсіндіріп өттім. Енді міне, осы қызметтер атқарылмай қалғаннан кейін адамның жілік майының өзі, кеміктердің өзі жаңағы бүйректің қызметіне қатысты. Өйткені ол негізгі басым бөлігі жаңағы кальцийлардан, кремний деген бар, калий деген бар, цинк деген бар, дәрумині деген бар. Осы нәрселер жаңағы элементтер, былай айтқан кезде бұлардың бәрі элементтер тобына жатады. Міне. Осы нәрселер бүйрек жеткізіп беру керек та. Ал бүйрекке қайдан келу керек? Бүйрекке ол сырттан келу керек. Яғни біздің күнделікті тұрмыс әдетімізден, жеп отырған тағамымыздан деген сияқты. Енді ол бүйрек аурулары әртүрлі жағдайдан, біреу тұқым қуалайды, біреу физикалық, немесе рухани ауыр соққылардан, физикалық дегенде мысалы қатты зақымдалса, бүйрек соққы алса, немесе суық тиетін болса, қатты ыстықтан да жаңағы ауру пайда болады. Міне. Сондықтан оның балансы жаңағы тепе-теңдігін сақтап отыру керек. Жаңағы Қытай медицинасында яң йин деген бар. Ян йин деп жүрміз. Оң теріс энергия, немесе от пен су. Осы екі баланс жаңағы бір жағы басып кететін болса, адамда ауру пайда болады. Сонымен бірге ішектің қызметіне де қатысы бар екендігін айта кетейік. Жиі іші қататын адамдардың ол бүйрек қызметінің әлсіз екендігін білдіреді. Сонымен бірге бүйрек буындарға да жауап береді. Артрит деп атамыз мысалы, ревматизм деп атамыз мысалы, буындарды қақсап ауырып, осыған жауап береді. Өйткені адамның денесі жалпы 206 блок сүйектен және ол 78 буыннан құралады. Міне. Бүйрек сонымен бірге жаңағы 5 минутта 200 мл қанды сүзеді, тәулігіне 1500-1700 мл қанды сүзіп ағзаға жеткізіп отырады. Яғни оны жаңағы токсиндарын, қалдықтарын, белоктарды бәрін сүзіп алып қалады да, таза қанды адамның организміне жібереді. Сүзгі ол фильтр. Осы нәрсені біліңіздер сіздер. Сондықтан бүйректің жаңағы білінбей тұрғанмен оның маңызы өте зор. Сонымен бірге 5 ішкі орган бір-бірімен қатысты, жаңа асқазан, көкбауыр, өкпе туралы айтып өттім ғой, судың рөлін атқаратындығы бүйректің. Олар бір-біріне жаңағы адамның мына 5 саусағы сияқты, былай айтқан кезде, от қатысты дүниелер. Ол бір-бірінен айырыла алмайды, былай айтқан кезде. Енді жаңағы ми дұрыс жаңағы ұйықтай алмау, есте сақтау қабілетінің төмендеуі, демалыстың жеткіліксіздігі, тағы басқа жағдайлар, міне оның бәрі туындайды, егер бүйректің қызметін нашарлайтын болса. Сонымен бірге жұлынның нервке қатысты қызметтерінде бүйректің рөлі бар. Көрдіңіздер ма? Осы нәрселерді біз біліп, сосын оның алдын алып, ары қарай өз-өзімізді емдеп, жаңа қарап жүруге міндеттіміз. Егер олай жасамайтын болсақ, біз артық ақшамызды шығындаймыз, артық аурудың дертін тартамыз, немесе ертерек дүниеден өтуге себепші болады. Көрдіңіздер ма? Енді осындай жаңағы маңыздары бар.
Сонымен бірге ол бүйректі енді қалай не істеу керек деген сұрақ туындайды. Мысалы біреулер қазір ауырып жатқан болу керек, біреулер жаңа ауырып жүрген болу керек. Егер сіздің құлағыңыз постоянно дейді ғой, ылғи жаңағы шыңылдап или бір басқа бір шуылды дауыстар шығып, құлағыңыз бір күңгірт жаңғырып тұрған сияқты жағдайлар болса, бүйректің қызметі әлсірейді. Сонымен бірге жаңағы жиі жаңағы кіші дәретке баратын адамдар, ер болсын, әйел болсын. Ол барып жаңағы ер адамдарда мынау қуық безінің қабынуына әкеліп соқтырады жаңағы. Ол басында жай қабыну болады, одан простатит болады, одан аденома простатит деген болады. Сонымен бірге бүйректің қызметі нашар болатын болса, әйел адамдарда жатыр мойын ауруының келіп шығуын тудырады. Етеккір сикірінің бұзылуын тудырады. Және әйел адамдарда жүргізілетін аққыр болсын, етеккір болсын, осылардың мезгілдердің ерте немесе кеш келу жағдайы. Содан кейін бүйрек әлсіз болатын болса, мынау әйел адамдарда жаңағы оның алды-артында орнынан тұра алмай қалатын жағдайлар, қатты ауырғаны соншалық мүлде жаңағы тұра алмай жаңағы бұралып жатып қалатындар бар. Бұл міне бүйректің қызметіне қатысты. Ал бүйректің қызметін жақсарту үшін жаңағы айтып жатырмыз, калий, кальций, магний, мырыш, марганец, ол қосымша ары қарай кете береді. Негізгісі жаңағы осы калий, кальций, витамин С, сосын В топтамалары. В12 оның ішінде аса қажет, және витамин Е. Витамин Е адамдардың мына жыныстық гормондарының, жыныстық қабілеттеріне пайдалы. Сонымен бірге рухқа пайдалы ол. Көрдіңіз ба? Егер сіздің аяқ қолыңыз постоянно мұздап жүретін болса, суық ауа райына төзімсіз болсаңыз, құлағыңыз шыңылдаса, тісіңіз жиі көп ауыратын болса, оның бәрі жаңа бүйрек функциясымен қатысты екенін біліңіз. Сосын тісі қарайып кететін адамдар болады, да? Көрдіңіз ба? Осы тіс қарайып кетсе, демек бүйректің қызметі, сонымен бірге бауырдың да қызметінің әлсіз екендігін білуге болады. Сондықтан енді бұның алдын алу үшін біз газды сусындардан, тұздалған, консерваланған, маринадталған, майлы тағамдардан, ауыр ет тағамдарынан баяу қорылатын мүлде бас тартуымыз керек. Оның орнына жеңіл қорытылатын көкөністерді, жемістерді тұтыну керек. Оны интернеттен қарасаңыз тауып аласыз, қандай жемістер тұтыну керек екендігін. Бәрін айтып отырсам қазір менде драман болып кетеді. Сонан кейін жеңіл жаңағы белге, да, мысалы бүйтіп бүйрекке қатысты бір динамикалық әрекеттер жасаңыз. Сонан кейін тағы қайталап айтамын, жаяу көбірек жүріңіздер. Жаяу көп жүру керек. Жаяу көп жүрген кезде адамның денесінде зат алмасу жақсы болады, функция жақсы болады. Сосын жаңағы суды, жылы суды көбірек ішіңіздер. Ыстық суды, жаңағы ыстық деген аузың күйетін су ішіп алып жүрме енді, жылы суда. Бірақ домашний температура деп атады, үй температурасындағы суларды оны жаз кезінде ішуге болады, шілденің шіліңгір ыстығында. Қазіргі мысалы дәл қазір күзде ондай су ішуге болмайды, оны жылыту керек. Плюс-минус мысалы бір плюс 60-50 градус айналасында кәдімгі. Солай ішу керек. Осылай жалпы бүйректің қызметі, рөлі. Сондықтан ауырмаңыздар, аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, бүйректеріңіз қуатты болсын, өздеріңізде бай қуатты болыңыздар. Біздің каналымызға жазылып, пікір қалдырып, лайк басып отырыңыздар, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Менікі енді өзімнің жаңағы білген, көкейге түйгенімді, көргенімді сіздермен бөлісу. Азда болса сіздерге теңіздің тамшысындай болса да пайдасы, сауабы тисе екен деген жақсы ниетпен осы ақпаратты бөлістім. Барлықтарыңызға рахмет. Аман, сау болыңыздар. Енді келесі сағатта бұйырса біз сіздерге өкпе туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.